Сабақтың тақырыбы жазғы саяхатқа дайындаламын. Оқу мақсаты сабақ барысында вербалды емес тілдік құралдарды қолдану. Мезгілін ең алдымен балалар асыға күтеді. Өйткені бұл санасын сабақтан арылтып, алаңсыз балалық шақтың аралында сайрандайтын уақыт. Алайда жазғы демалыстың қызығы мен шыжығы қатар жүретіні тағы бар. Баламыздың қайда және кіммен демалғаны жөн? Біз демалысты пайдалы әрі қызықты өткізіп жүрміз бе? Жас дәурен бағдарламасының кезекті саны балалардың жазғы демалысы жайлы болмақ. Кекілін күнге сүйдіріп, табанын құмға күйдіретін ойын баласы үшін бұдан асқан қызықты шақ болмас. Сондықтан балалары қайда және қалай демалады деген сауалдың туындауы заңды. Балалардың демалысын ұйымдастыру қашанда маңызды мәселенің бірі болып саналады. Жыл сайын демалыс уақытындағы балалар мен жасөспірімдердің толық демалулары үшін елімізде түрлі жұмыстар атқарылады. Танымал тұлғалардың айтуынша, баланың 3 айлық жазғы демалысы ауылда, ата-әженің жанында өткені Балалар, 120 беттегі екінші тапсырмадағы досыма хат мәтінін түсініп оқып алайық. Келесі тапсырмада күн шуағына жаз мезгілінің қасиеттерін орналастырайық. Ендігі хатта жазғы демалысындағы жоспарыңды жаз.